Мен оқушылар сарайындағы IT технология үйірмесінен көптеген программаларды үйрендім. Және де роботтарды құрастырдым. Мен болашақта IT маман болғым келеді. Мен Орал қаласы оқушылар сарайында жас дизайн үйірмесіне қатысамын. Мен болашақта дизайнер болуды армандаймын. Бұл үйірмеге қатысып, мен өзімнің мақсатыма бір қадам жақындадым деп ойлаймын. Мен Бейбіт Абылай оқушылар сарайы қазақша күрес үйірмесіне қатысқаныма 3 жыл болды. Менің арманым әлем чемпионы болу. Шашки – одна из самых демократичных игр в мире. Придя во дворец школьников, я стала лучше учиться и замечать самые маленькие детали, которые очень важны. Үстел теннисі бұл жылдамдық пен төзімділікке үйретеді. Мен осы оқушылар сарайына келіп, осы қасиеттерді үйрендім. Мен өзімді әлемнің теннисшілер қатарында көргім келеді. Жүзу деген ол спорттың ең жақсы түрі. Жүзу денсаулыққа пайдалы және денені шынықтырады. Оқушылар сарайына келіп, мен жүзуді үйрендім. Алда чемпион боламын. Мен оқушылар сарайында қыркүйекке бардым. Мен оқушылар сарайының маленький фантазер деген үйірмесіне жазылдым. Ол үйірме маған қатты ұнайды. Ол үйірмеде біз сазбалшылықтан мүсін жасаймыз. Оқушылар сарайында экостартап үйірмесіне өзімізге айқын мақсат қойдық. Дәнді дақылдарды топырақ гидропоника әдісі арқылы кез келген аймақта өсіріп, тіпті шөлді далада альтернативті шешім таба аламыз. Самооборона без оружия. Оқушылар сарайында флора үйірмесінің негізгі мақсаты кесіліп қалған қалдық өсімдіктерге екінші өмір сыйлап, жайқалып өсуіне мүмкіндік береміз. Дебат достық пен бәсекелестіктің, тапқырлық пен шұқырлықтың алаңы. Пікірсайысқа қатысу менің тұлға болып дамуыма үлкен септігін тигізеді. Болашаққа бағдар береді. Біз оқушылар сарайының волонтерлық үйірмесінің қатысушыларымыз. Еріктілік біз үшін үлкен мәртебе. Адамзатқа жақсылық жасау игі іс. Мен Бекболат Жаңар. Мен бокста спорт шеберінен өткенмін. Бокстан үлкен биікке шығу үшін күш пен атақ керек емес, білім мен сабырлық керек. Сонда бокс бізді үйреткеніміз сабырлық пен білім маңыздырақ.